Шерхан Мұртаза, Аша бесік. Ұлы Мұхтар Әуезов бесігіңді түзеледі. Ел болу үшін, ұлт болу үшін, ұлы болу үшін әдегеніңде бесігіңді түзеді. Әуелгі тәрбиенің анасы бесік. Әрі-берден кейін бесік ананың құрсағынан басталады. Америкалық атақты биші Айседора Дункан мен билеуді анамның құрсағында жатқанда үйрендім дейді екен. Өйткені анасы шампан ішуге құмар екен. Шампанның оты құрсақтағы сәбиге де әсер еткен ғой. Мұхаммед хан, бесігіңді түзе деген сөзде терең мағына бар. Соның бірі бесік ағашының таза, сапалы болуы. Ал сапалы бесік аша ағашынан жасалған бесік. Аша аса қасиетті ағаш. Қасиетті болатыны оған анау-мынау ауру сырқау жоламайды. Түрлі микробтарды, құбыжықтарды өлтіретін күші бар. Мен туған 1938 жылы сәбилер қара шешектен қынадай қырылды. Бұған алдымен Сталин мен Голощекиннің қолдан жасаған геноцида ашаршылығы, асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын деген сұрқия саясат себеп болды. Алланың құдіреті екен, өмірде тататын дәм тұзым бар екен. Мен сол қырғыннан аман есен қалыппын. Кім біледі, мені қырғыннан аман қалдырған аша бесік шығар. Бірақ аша бесік жұрттың бәрінде болмағанда шығар. Шамаң жетсе ашаны тап, ашаны көп өсір, тұқымын құрта берме. Аша бесікке құт құйылады. Шіркін, сол аша бесікке бөленетін нәресте көп болса ғой. Әй, бірақ аз ғой, бір кем дүние зор кем.